Бізде келесі сабақ оқушылар бұл атомдар және молекулалар деп аталады. Жалпы айналадағы ағаштар, жануарлар, үйлер, технологиялық гаджеттер, тағы басқа заттардың барлығы, яғни ол майда бөлшектерден тұрады. Өте ұсақ бұл бөлшектер, яғни атомдар жай көзге көрінбейді. Атомдардың барлығын қазіргі технологияның көмегімен бейнелеуге болады. Оларды компьютер құралдарын пайдалану немесе әртүрлі химиялық реакциялардағы олардың әрекеті арқылы оңай көрсетсек болады. Қазіргі уақытта өз атауы, массасы, өлшемі бар сан алуан атом түрлері белгілі. Яғни бұл атом түрлері бізде жеке бір химиялық элемент болып табылады екен. Химиялық элементтер периодтық кестеде орналасқан. Химиялық элемент атомына мысал ретінде сутек пен алтынды көрсетсек болады. Мына суретте бізде теңгені беріп қойған, яғни құрамындағы бөлшектерді көрсетіп қойған: мырыш, мыс, никель деген сияқты. Келесі енді бізде атомдар ол өте ұсақ бөлшектер. Олардың нақты өлшемі әр элементте әртүрлі болып келеді. Атомның орташа диаметрі шамамен 0,1-0,5 нанометр арасында болады. 1 нанометр шамамен адам шашының енінен шамамен бізде 100 000 еседей аз екен. Сонда біз осы атомның қандай ұсақ бөлшек екенін осы мәліметтерге қарап білсек болады. Осындай өлшемді атомдарды арнайы технологиялық құралдарсыз көру мүмкін емес. Яғни мына жерде бізде суретте көрсеткенде электронды микроскоптар молекулалар немесе атомдарды зерттеу үшін қолданады. Бұл суретте бізде микроскопты көрсетіп қойған. Атомның бізде 99% бос кеңістіктен тұрады. Атом үшін біз үлкен спорт аренасына теңесек, оның ядросы бұршақ көлемінде ғана болады екен. Жалпы бізде атом ядросы атомның негізгі құрамдас бөлігі. Ол атом массасының толықтай массасын құрайды. Атом ядросын айналып бізде электрон бұлты қоршайды, және оның массасы мүлдем жоқ десек те болады. 1851 электрон бізде бір протонның массасын құрайды екен. Сіздерге бір қызықты мәлімет болсын. Молекула. Атомдар бірігіп өзара байланысуынан бізде молекулалар пайда болады. Оқушылар, атомдар бізде яғни ең кішкентай бөлінбейтін бөлшектер. Осы бізде атомдар бірігіп бізде молекуланы құрайды екен. Мысалы, сутектің 2 атомы мен оттектің 1 атомы бұл бізде су молекуласын құрайды. Жеке су молекуласы бұл бар судың ең кіші бірлігі. Молекула тек атомнан тұрса, оны диатомды молекула деп атайды. Мысалы, ауадағы азот N2 түрінде болады. Молекула, сонымен қысқаша анықтама беретін болсақ, бастапқы заттың сипаттамаларын сақтайтын элементі немесе қосылыстың ең кішкентай бөлшегі. Енді атомның қысқаша тарихына тоқталып кетейік. Ежелгі грек философы Демокрит біздің заманымызға дейінгі 464 жылдарында алғаш рет әлем ұсақ бөлшектерден тұрады деген тұжырымды ұсынды, және ұсақ бөлшектерді атомыз грекше бөлінбейтін деген мағына, яғни атом бізде бөлінбейді деген мағынаны білдіреді деп атады. Оның пікірінше бұл бөлшектер құрайтын дененің барлық қасиеттеріне ие. Сол заман ұлы ойшылы Аристотель заттар шексіз бөлінеді, оны шектейтін ештеңе жоқ деген ой айтқан болатын. Біраз уақыт атом теориясы тақырыбы нақты ғылыми зерттеумен фактілер жоқ философиялық тақырып ретінде қалды. Ежелгі заманнан 20 ғасырына дейін көп ғалымдар атом жайлы ой пікірлерін білдірді. Резерфорд, Планк, Эйнштейн, Бор, Шредингер сияқты ғалымдарға дейін атом тақырыбы құпия күйде қалған болатын. Астымыздағы жылдарына қарап, осы Дальтон, Томсон сияқты ғалымдардың теорияларын, яғни сурет кейпінде көрсеткен, осыларға қарап теориялармен таныссаңыздар болады. Енді бекіту тапсырмалары. Скриншот жасап алып асықпай осы тапсырмаларды орындап көріңіздер. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.